Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін керемет кешкі ас жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр сізбен. Өте дәмді, қарапайым және жылдамдайым болатын кешкі ас. Бұл тағамды жасау үшін мен алдымен жұмыртқаны пісіріп алдым. Осындай піскен жұмыртқаны 8 бөлікке бөлемін. Bir жұмыртқаны 8 бөлікке бөліп, бір шетке қойып қоямын. Оны кейін айтам не үшін екенін. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Жұмыртқаны осылай бөліп, бір шетке пока қоя тұрамын. Сосын фарш, мендегі сиырдың фаршы 400 грамм фаршқа бір жұмыртқа және бір жуаны мясорубкадан өткізіп қостым. Мясорубка болмаса, жаңағы блендермен майдалап өткізіп қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып араластырып, егер панировочный сухари үйлеріңізде болса, панировочный сухари қоссаңыз болады. Ал егер жоқ болса, жаңағы құрғақ нанды жұмсақ жерін алып қосып жасасаңыз болады. Енді фаршымды араластырып дайындап алдым. Енді тефтели сияқты етіп, ішіне бағанағы бөліп алған жұмыртқаның бір кусогын, бір бөлігін фарштың ішіне салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасаңыз. Өте керемет дәмді тағам болады. Осылай жұмыртқаны ішіне салып, фаршымды домалақ етіп, мінекей осылай жасап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Міне. Енді екінші тефтелиімді жасайтын боламын. Осылай бүкіл фаршты дайындап аламын. Арасына жұмыртқаны салып, мінекей осылай дайындап аламын. Сосын қызып тұрған табаға сұйық май құйып, кішкене ғана сұйық май құйып, картопты қызартып, екі жағын. Мендегі майда-майда картопты специально осы тамақ жасау үшін барып сатып алдым. Егер картоп ірі болса, 4-ке бөліп, осылай қызартып, қуырып алуға болады. Картопымның бәрін осылай қып-қызыл қылып сыртын әдемі қылып қуырып алам. Мінекей. Өте дәмді тағам. Қыздар, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер, жарай ма? Енді қызып тұрған қазанға сұйық майымды құйып, сәбізді салып қуырып аламын 1-2 минут. Оның үстіне жуаны салып қуырамын. Сосын помидор саламын. Енді жаңағы домалақтап алған еттерімді, фаршты осылай салып, арасына осы пиязды шіле майдаламай, осында ірі-ірі қылып кесіп, арасына саламын. Өте дәмді болады. Лавр жапырағы, чеснок, керемет дәмді болады. Сосын жаңағы қызартып қуырып алған картоптарымды салам үстіне. Картоптың үстіне де осылай пияздарды саламын. Помидор, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш, 1 шай қасық паприка, сосын 1 шай қасық сиырдың етіне арналған дәмдеуіш салып, қайнаған суды құйып, етті түбіндегі ет батқанша құю керек, су картошкаға жетпеу керек. Бетін жауып,
баяу отта 30 минут тоқтырып пісіріп аламын, қыздар. Мінекей, менде осындай керемет тамақ дайын болды, кешкі ас. Иісі деген бір керемет. Дәмі вообще күшті болып шығады ғой. Осылай жасап көріңіздер. Міне, жаңағы домалақтағы алған фаршымыз ішінде жұмыртқасымен. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз. Өте дәмді, керемет тағам. Жасап көріңіз міндетті түрде.